Жаңа сабаққа дайындық. Ауызша сұрақтар. Бисектриса деген не? Бұрышты қақ бөлетін сәулені бисектриса деп атаймыз. Екінші сұрақ. Орта перпендикуляр деген не? Кесіндінің ортасынан жүргізілген перпендикуляр орта перпендикуляр болып табылады. Сызба түрінде көрсетейік. Кез келген кесінді сызайық. Кесіндінің ортасынан нүкте белгілейміз. Және осы нүкте арқылы берілген кесіндіге перпендикуляр сызамыз. Соңғы кесінді орта перпендикуляр болып табылады. Жаңа тақырып. Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер. Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер. Үшбұрышқа сырттай шеңбер сызамыз. Кез келген үшбұрышқа сырттай шеңбер сызуға болады. Оның центрі үшбұрыштың қабырғаларына түсірілген орта перпендикулярларының қиылысу нүктесі болады. Кез келген үшбұрыш сызамыз. Төбелері А, Б, С болсын. Осы үшбұрышқа сырттай шеңбер сызу үшін сол шеңбердің центрін тауып аламыз. Ол үшін орта перпендикулярларын жүргізейік. АС қабырғасын таңдайық. Қабырғаның ортасынан нүкте белгілейміз. Ортасынан. Және осы нүкте арқылы АС-ға перпендикуляр жүргіземіз. АБ қабырғасын таңдайық. Ортасынан нүкте белгілейміз. АБ-ға перпендикуляр жүргіземіз. БС қабырғасының ортасынан нүкте белгілейміз. БС-ға перпендикуляр сызамыз. Бұл үш перпендикуляр міндетті түрде бір нүктеде қиылысады. Бұл нүктені О нүктесі деп белгілейік. Және де бұл осы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің центрі болып табылады. Шеңбер сызайық. Шеңбердің инесі центрде жатады. Келесі бөлігі кез келген үшбұрыштың төбесіне қоямыз. Және де шеңбер сызамыз. Егер де орта перпендикуляр тура сызылып центрі табылса, онда шеңбер үшбұрыштың барлық төбелері арқылы өту қажет. Екінші. Үшбұрышқа іштей шеңбер сызамыз. Кез келген үшбұрышқа іштей шеңбер сызуға болады. Оның центрі үшбұрыштың бисектрисаларының қиылысу нүктесі болады. Үшбұрыш сызайық. Шеңбердің центрін іздейміз. АБС төбелері болсын. А нүктесінен А бұрышына бисектриса сызамыз. Ол үшін шамамен А бұрышының шамасын анықтайық. Біздің жағдайда 65-66 градус. Оның жартысы шамамен 32,5 градус.
Б төбесінің биссектрисасын жүргізейік. Б бұрышының шамасы шамамен 70, оның жартысы 35. С төбесінің С бұрышының шамасы және оның жартысы. Егер биссектрисалар дұрыс табылса, олар міндетті түрде бір нүктеде қиылысады. Және де сол қиылысу нүкте іштей шеңбердің центрі болып табылады. Шеңбер сызайық. Шеңбер үшбұрыштың қабырғаларын жанау керек. Шеңбер үшбұрышпен үш жанасу нүктесі бар. Оларға радиустарды жүргізейік. Бірінші радиус, екінші, үшінші. Өздік жұмысы номер 22-де 3, номер 22-де 4.